Ленора у ішті. Не үшін ішті? Өте қызық сұрақ. Той болады. Той болған күні Ленора келеді. Мына жерде өлім болады. Ленора жүрген кезде Эдгар өледі. Ленора екеуі бақытты. Эдгар өледі. Ленораның жүрегі жараланады. Оны көтере алмай барады у ішеді. Болды. Трагедия. Двойное отравление. Чо там? Той болады. Той болған күні Эдгар, Ленора екеуі жақсы көреді бір-бірін. Содан кейін өлім келеді да, Эдгар тұрған кезде Элеонора деп айта берейінші, мен жота тілге солайынан нормально сияқты маған. Элеонораны өлтіреді. Содан кейін оған шыдай алмай Эдгар барады да у ішеді. Содан кейін мына жерде Ленора қайтадан тіріледі. Былайынан келеді да, Эдгардың өлгенін көреді да, жүрегі жараланады. Ол бұған шыдамай өзі барады да, өзі де у ішеді. Сонымен екі отравление бізде бар. Бізде екінші ачивка бар екен. Кто-то выпивает яд дважды. Яғни, так, мына жерде уды екі рет ішкізуіміз керек біз Эдгарға. Уды ішкеннен кейін өле ма, ну? Эдгарды қайтадан тірілтсекші. Өлімнің басына қайтадан алып келсем, жүрегі қайтадан жараланса, келіп тағы да у ішсе. Тамаша. Преследование. Супруг преследует Изабель. Үйлену тойы, допустим, Изабель және Эдгар екеуі махаббат, екеуі аяқ асты керісіп қалып, Изабель барады да Эдгардың виносына у қосып жібергісі келеді. Содан кейін виноны ішеді, Эдгар келеді да өліп қалады. Мына тварь Изабель өзінің қос ғашығын өлтірді. Ну, ол енді Элеонораныкі шығар, бірақ дейтін бұл болмайды ғой. Так, оживление болмай ма мына жерде? Содан кейін свадьба болатын күні Изабель жүреді, және де Эдгардың елесі оның артынан аңдып жүретін болады. Так, глава 4. Зависть. Қызғаныш. Изабель совершает преступление. Изабель қылмыс жасауда. Той болады, Эдгар мен Ленора екеуі қос ғашықтар екенін білеміз. Бірақ та соның ішінде көре алмайтындар да бар екен. Соны Изабель келеді да, Чо там дейді. Соны енді виноға қосамыз дейді. Виноға қосады, келеді, Эдгар ішеді. Ача, сен өлмедің? Неге өлмей қалдың? Изабель совершает преступление. Мына жерде Ленораға ішкіземіз. Ленора ішіп кайфовать етіп отқан кезде свадьбаға келеміз. Эдгар жалғыз өзі тұрған кезде келдік. Жоқ, мен сені жақсы көрмеймін дейді. Пока что. Мына әлі өлген жоқ қой. Бұл жерде бізде ешқандай өлім болайын деп тұрған жоқ сияқты, Изабель келді тоже вино ішсе. Свадьба болса мына жерде, чо там? Ой. Бұл жерде қандай преступление жасау мүмкін? Екеуі қос ғашық. Міне Ленора тұр. Так, мына екеуінің вино ішетін Изабель жақсы өледі, сол үшін уды дайындайды. Үйлену болатын күні екеуі үйленеді. Да, ё-моё, Изабель қандай преступление жасауы мүмкін? Той болады. Келеді, ішіп алған. Екеуі қос ғашық. Ол бәрібір перегарды сезбейді біздің Элеонорамыз. Алып тастаймыз. Біз мына екеуін обязательно қосуымыз керек. Эдгар мен Изабель екеуі жүреді. Яд, Ленора. Бірақ Ленораның ондай қатты жаман ойы жоқ сияқты, Изабель сияқты. Екеуінде махаббат қылуға болады екен Изабель мен Элеонораны, бірақ бізге ол Қазақстанда нафиг керек емес. Жоқ, күте тұр. Мына жерде алып тастап күте тұр. Пока Изабельдің ешқандай өші жоқ қой. Мына жерге қойсам. Қара, Эдгар өзімен өзі өмір сүріп жүреді. Элеонораға ғашық болады. Ленораға ғашық болғаннан кейін Ленора кетіп қалады, оның артынан Изабель келеді да. Изабель айтады, мен сені жақсы көрем дейді. Ол айтады, мен Элеонораны жақсы көрем дейді. Содан кейін Изабель тұрады да. Изабель у жасайды. Содан кейін ол умен уды виноның ішіне қосады. Оны Ленораға ішкізеді. Болды. Преступление бізде бар. Преступление жасау үшін Изабель бізге бір какой-то причина керек болды. Сол үшін причинасы бар. Міне, ол келеді да Эдгарға айтады, мен сені жақсы көрем дейді. Эдгар айтады, пошел нафиг, мен мына кім? Ленораны жақсы көрем дейді. Енді тағы бір ачивка ашылды бізде. Изабель совершает преступление, но каждого настигает погибель дейді. Тағы да үйлену той болады. Ленора тұрады, мен Эдгар жақсы көрем деп тұрған кезде Изабель келеді тағы да шынданып. Содан кейін мына жерге екеуіне де, күте тұр, Изабель екеуіне де яд жасайды, яғни у жасайды, екеуіне де винодан ішкізеді. Эдгар да ішеді, оны Ленора да ішеді. Ленора ішіп ұйықтап қалады что-то. Уды Элеонораға арнап істейді, бірақ Изабель. Бірақ Изабельдің өзі ішпейді екен. Ол біліп тұр,
оның ішінде у бар екен. Бұл жай ғана жігіт емес, бұл үлкен королевствоны басқаратын жігіттердің бірі ол. Сол кезде Ленора келеді, оған ғашық болады. Ленораға келеді да, мен сені жақсы көрем дейді. Жоқ, мен сені жақсы көрмеймін дейді. Содан кейін уже мына жерде причина бар, не үшін у жасау керек. Изабель уды жасайды да, содан кейін мына жерде виноға қосып береді. Оны Эдгар ішеді. Эдгардың ішкенін Ленора көтер алмай қалады да, ол тоже барып ішеді. Махаббатын, өзінің махаббатын Элеонораға білдірген Изабель Элеонораның өлгенін шыдай алмай, ол да барып у ішеді. Болды ғой, сонымен барлығы өлді ғой мына жерде, бүкіл королевствоны қырып салды. Глава 5. Красота, яғни әдемілік, сұлулық. Бір күндердің бір күні айна тұрады. Айнаның алдына мыстан кемпір келеді да, қараған кезде жоқ, сен ең әдемі емессің. Сен енді әдемі, бұл жерде Белоснежка бар дейді. Сосын котелға келеді да, ол ведьма у жасайды. У жасай ма что-то, неге? Кәдімгідей өзінің сұлулығынан айырылып мыстан кемпір болып кетті мына жерде. Орманның ортасында Снежка кетіп бара тұрады. Ей, ведьма келеді да, оны құрбақаға айналдырып жібереді. Орманда не істеп жүр? Содан кейін жаңағы кемпір, мыстан кемпір келеді да, айнаның алдына, енді көрсетші дейді. Жоқ, по-любому құрбақ әдемі дейді. Мә, нифига себе дейді да. Әдемі сұлу қыз болады да, айнаның алдына келеді, тұрған кезде болды. Ең әдемі кім бұл жерде? Сенсің дейді. Проклятие снято. Яғни біз мына жерде проклятияны, құрбақаны сүйген кезде андай принц қайналып кетеді деді ғой ертегілерде. Сол сияқты біз проклятияны шешуіміз керек. Мына жерде орманның ішінде жаңағы Белоснежка келе тұрады. Белоснежка өзі жүріп келе тұрады. Алдынан мыстан кемпір шығады да, оны қорқытады. Не үшін қорқытады? Сен ештеңе істемейсің ба Белоснежкамен? Орманның ішінде принц келе тұрады. Принцпен Белоснежка махаббат болады. Содан кейін лестің ортасында принц келеді. Принцке махаббатын білдіреді. Ведьма, принц айтады. Екеуі сүйіседі, короче, принц. Мына жерде бізде принц жеркеніп тұр екен ғой, байқамай қалдым что-то. Белоснежканы ведьма, пока что ешкімге өші жоқ сияқты да. Белоснежка мен принц сүйіседі. Маған еркек керек дейді ғой. Даже мыстан кемпірлердің де өзінің бір вкустары бар. Проклятиені шешу үшін ведьма оны айналдыру керек қой құрбақаға. Құрбақаға ешкімді айналдырған жоқ әлі. Осылайынан істеп көрейікші. Орманның ортасында принц тұрады. Принцке мыстан кемпір келеді да, махаббатын білдіреді. Содан кейін мына жерде принц пен Белоснежка сүйіскенін көреміз. Содан кейін мына жерде неге сен мына жерде сүйіскенін көріп тұрып, неге оны құрбақаға айналдырмай тұрсың? Ал екеуін сүйістірсек қалай болады мына екеуін? Сен кемпір по-любому ғашық болып тұрсың ғой, саған керек қой бұл. Алдынан Белоснежканың алдынан мыстан кемпір күтіп алады, содан кейін орманда. Да пашу мать! Короче, мына жерде бірдеңе дұрыс емес. Мен как сказочник ретінде айтайын сендерге, бірдеңе дұрыс емес мына жерде. Сонымен ақыр соңында не болатын? Мына жерде келеді, принц болады, ведьма сенімен сүйіспеймін дейді. Содан кейін орманға алып келеді да, ведьма принцті құрбақаға айналдырып жібереді. Содан кейін орманда жүрген кезде Белоснежка құрбақаны кездестіреді, яғни ол бұрынғы біздің принціміз. Содан кейін екеуі сүйіседі, осы жерде проклятие шешіледі. Содан кейін презрение. Так, орманның қақ ортасы. Принц келе тұрады. Ведьманы жақсы көріп қалады. Содан кейін екеуі сүйісейік дейді. Сүйіспеймін дейді. Мынау айтады, принц айтады, бля, жүректі айнытпашы, кемпір, ана тістеріңді көрдің ба, мұрның алдыға қарай шығып кеткен. Белің бүкірейіп қалған. Енді мен сені сүйуім қалып бит. Содан кейін екеуі сүймегеннен кейін, принц сүймегеннен кейін ведьма өзінің котелына келеді да, жаңағы черная магиямен айналыса бастайды. Өзін әдемі қылып алады. Әдемі қылғаннан кейін орманның қақ ортасына келеді. Принц өзімен өзі жүріп келе жатқан жерден алдынан біздің мыстан кемпіріміз әдемі болып шыға келеді. Принц бірден ғашық болады. Және де осы жерде принц пен мыстан кемпір сүйіседі. Сүйіскеннен кейін орманның қақ ортасында сүйіскеннен кейін не болады? Сүйіскеннен кейін
Сүйісе бермеңдерші. Сүйіскеннен кейін принц котелды көрмей ақ қойсын. Қайтадан мыстан кемпірге айналады екен ғой. Еле былайынан бетекші. Мына жерде екеуін сүйістіреміз дейік. Жоқ, мынау сүйіспеймін дейді. Бәрі өзінің бір қалыпты келе атырады, сүйсем дейді. Содан кейін сүйісіп атқан кезде фу дейді. Сразу түрін көргеннен кейін фу деп тұр ғой. Сүйіседі. Орманның қақ ортасында ведьма принц үй жаққа келеді. Үй жаққа келгеннен кейін өзінің киімін шешеді сағат 12 болғаннан кейін. Макияжын полный сүрткеннен кейін. Күте тұр. Иә. Поцелуй и проклятие. Жаңа мынау қалай болды? Мен құрбақаға айналдыруға болады екен ғой. Мынау құрбақаға айналдырады сүйіспегеннен кейін. Ведьма принцпен сүйіспеймін дейді. Ну и наоборот, принц біздің мыстан кемпірмен сүйіспеймін дейді. Мыстан кемпір шығады да жынданып кетеді да біздің принцті құрбақаға айналдырады. Құрбақаға айналдырғаннан кейін котелға келеді да өзін әдемі қылып алады. Әдемі қылғаннан кейін орманға алып келеді жаңағы принц. Мен ана бала едім ғой, әдемі принц едім ғой, не істедің дейді. Мынау түрі недовольный. Так, орманға келеді. Сүйіседі. В общем, түсіндіңдер ғой, құрбақаға айналдырады, содан кейін жас қыз болып кетеді, өзі екеуі келеді да сүйіседі, проклятиені өзі шешеді. Өзі қойған проклятиені өзі шешеді. Отморозок. Сонымен глава 5-ші иллюзия. Иллюзиялар, точнее. Кроху целует. Кроха деген мынау кім? Қазір көреміз. Кроха дейтін гном екен. Мана басында айтып кеткен. Күте тұр. Ведьма? Ведьма сүйіскім келмейді дейді. Сол кезде қара. Сүйіскім келмейді дейді. Орманның қақ ортасында ведьма кроханы құрбақаға айналдырып тастайды. Содан кейін айнаға келеді. Ведьма келіп сұрайды. Ең әдемі кім дейді. Сен емессің, точно, ана жерде Белоснежка бар дейді. Содан кейін орманға келеді. Өзінің котелына бара алмайды. Так, поцелуйға тартады даже. Принцті поцелуйға тартады, ведьма ол келіспейді. Принцті алады да, ана жерде құрбақаға айналдырып жібереді ғой, короче. Содан кейін орманға келеді да, крохан, сүйіш мен крохамын. Так, не болып кетті мына жерде? Любой непонятный случай, ер адам керек деп тұр. Короче, жарты сағат өткеннен кейін ақыр соңғы түсінгенім, примерно былай болу керек қой. Айнаның алдына мыстан кемпір келеді. Жоқ, сен әдемі емессің. Бетін қайтарып шапалақпен бұрырады. Содан кейін артқа қарай кетеді. Орманға келгеннен кейін ведьма келеді. Біздің Белоснежканы құрбақаға айналдырып жібереді. Содан кейін біздің мыстан кемпір резко сүйіскісі келіп кетеді. Сүйіскісі келген кезде гном сүймеймін, тістеріңді қара дейді. Сен өзің жасыңды көрдің ба? Мыстан кемпір дейді. Содан кейін мыстан кемпір жынданып кетеді мына жерде. Біздің гномды құрбақаға айналдырып жібереді. Содан кейін орманның қақ ортасына принцті алып келеді да. Орманның қақ ортасына принцті алып келеді. Құрбақа айтады, мен Белоснежкамын дейді. Содан кейін біздің мыстан кемпірдің іші пысқаны соншалық сүйісердің алдын принцтің алдына гномды қойып екеуін алдап жүреді. Осы жерде принц гномды құтқарады. Так, бізде тағы да екінші ачивка бар екен мына жерде. Неблагодарная дева дейтін. Енді екінші ачивкамыз қалай болады мына жерде? Так, бәрін алып тасташы, алып. Да. Сен кет, былай қарай кете тұр. Және де тағы да айнаға келеді да. Айнаға келеді да ведьма сұрайды. Ең әдемі кім дейді? Сен әдемі емессің, Белоснежка әдемі дейді. Және де орманға келеді ведьма. Алдынан Снежка шығады. Оны құрбақаға айналдырып жібереді. Содан кейін орманға келе тұрады. Снежка құрбақа болып тұрады. Кроха келе ма? Неге кроха келе? Принцке айтады құрбақа. Мен принцессамын. Мені сүйсең, мен әдемі принцессаға айналам дейді. Мына ойлайды. Мына кемпір әлі тынышталмаған ба? Нифига себе. Қазір мен өзім қызымды сүйем да осы жерден қайтарып құтқарып алам дейді. А чо? Екеуін сүйістірдім. Жақсы. Екеуін сүйістірдім. Бірақ неблагодарный дева болу керек мына жерде. Гном екенін көріп тұрсың, сүйістің, бірақ еще жеркенесің. Бізде әрі қарай глава 6. Давайте, достар, пока что глава 6-дан тоқтайық. Бізде әлі алда біраз оқиғалар бар. Сонымен сіздерге
тема түсінікті болды деген ойдамын. Қызық болса лайктарыңызды басыңыздар, комментария жазыңыздар және де подписацияны басуды ұмытпаңыздар. Ең керемет комментариядан жіберіңіздер. Сіздермен бірге болған амандық. Кездескенше күн жақсы болсын.